Пәтер жалдап қалада тұрамыз. Временка деген аты бар құстың ұясындай 2 бөлмелі үйде 3 жанбыз. Әйелім Айғаным мен қызым Айкүміс және өзім. Шын атым Ермұрат. Бірақ жасым әлі 30-ға жетпесе де, келіншегімнен бастап танитындар түгел Ереке дейді. Ереке деген есімге ие болсам да, ержігітке лайық іс тындырған жоқпын. Бұрын ауылда қарапайым тракторшы едім. Совхозымыз тарқап техниканы ебін тапқандар түгел бөліп алды да, мен секілді қолы қысқалар далада қалды. Кемпір шалдың зейнетақысына көзімді сатып отыруға еркектік намысым ұстады да қалаға жұмыс іздеп кеттім. Бір жетідей сандалып жүріп, бір жеке кәсіпкердің тракторын айдайтын болдым. Өзім талай айдаған Беларусь екен, бірақ ол сорлының қорқан қасы қалыпты. Інім, айтқан теміріңді тауып беремін, тек мынаған жан бітіріп берсең болды, деді қожайын. Бір айдың ішінде зымыратамын дедім. Сол бір айға 35 000 теңге берсем, риза боласың ба, деді Басеке. Ауылда жүргенде ондай ақша ұстап көрмеген басым, өз құлағыма өзім сенбей ойланып қалыппын. Анау, інім-ау, асынып тұрсың ба? Түстік асыңда менің мойнымда, деді. Келістік аға. Қандай қосалқы бөлшектер керек екенін жазып берейін. Соларды тапсаңыз болды, дедім. Екеуміз қол алыстық. Жағдайымды білген қожайын 15 000 теңге аванс берді. Ертеңіне 5 000 теңгеге пәтер жалдап, қалаға бала шағамды көшіріп алдым. Тракторды айға жеткізбей аяғынан тік тұрғыздым. Сол трактордың астына түсіп, үстіне шығып, май-май болып жүргенімде жылтың-жылтың етіп бір жас жігіт күніге бір келіп кетуші еді. Кейін білдім ғой, ол қожайынның туған жиен екен. Тракторды оталдырып шығарған күні қожайын келіп, інішек, бірыңғайсыз жағдай болып тұр. Жалғыз қарындасым бар еді. Оның жалғыз ұлы бар. Қарындасым, тракторды жиеніңе бермесең, ат құйрығын кесеміз деп үйден шықпай отыр. Сен айналайын ренжіме, өз қолыңды өзің кесе алмайды екенсің. Амал жоқ, тракторды жиенме беремін. Сен өз әрекетіңді істей бер, деді. Не деймін? Басым салбырап үйге келдім. Келіншегіме мүшкіл халімді айтып, дастархан басына енді отыра бергеніміз сол еді. Қожайын келіп тұр. Інішек, өкпелеп жалақыңды да сұрамай кетіп қалғаның қалай, дейді жымиып. Мен үндемедім. Міне, ақшаң деп, газетке ораған затты ұстатты да, менің бір досым бар. Сол ыңғайлы адам тауып берші деп еді. Барасың ба, деді. Онда не істеймін, дедім оған салқын қабақ көрсеткен болып, ренішімді білдіріп. Біріншіден, мынау өзің өмір сүріп отырған үйден 10 есе артық үйде тегін тұрасың. Келін екеуің сол үйге қарауыл боласыңдар. Күзетшілердің жалақысы аз болушы еді, деп мүдіріп қалып еді. Бұрынғы қожайын, мен сені жаман жұмысқа жібермеймін. Жібі түзу жігіт екеніңді көріп, білген соң айтып тұрмын, дейді. Біреу тегін пәтер, жайлы жұмыс тауып берсе, келіспейтін кеңкелес жынды емеспін ғой. Келістім. Сен таңертең дайын отыр. Өзім келіп ертіп апарамын деп, жарылқаушы көкем қайтып кетті. Таңертең уәдесі бойынша ол ерте келіп, мені маздасына мінгестіріп, қала орталығынан шеттеу көшелердің біріне алып келді. Қалеке, кеше өзіңе айтқан азамат осы жігіт деп, мені сылыңқыр қара қапсағай денелі кісіге жолықтырды. Менің есімім Қалыбек, деп анау қолын берді. Ереке, тойыс Ермұрат, дедім жалпылдап. Дұрыс, Ереке, мына ағаң сені мақтады. Ал енді негізгі міндетіңді айтайын. Мына тұрған қос қабатты времянка сенікі. Қаласаң үстінде, қаласаң астында жасай бер. Газ, жарық, суға, пәтерге, ақыға көк тиынды алмаймын. Келін екеуің осы үйді күзетесіңдер. Ақысына ай сайын 20 000-ды алақаныңа салып тұрамын. Мына ашық алаңда біздікі. Осында құрылыс жұмыстары басталады. Құрылыс материалдары түсе бастайды. Соларға бас көз боласың. 10-15 адам жұмыс істейді. Мүмкін соларға ас әзірлеу керек шығар. Реті келсе, ол жағын келінге жүктерсің. Аспаздың ақысын бөлек беремін. Құрылыс біткен соңда осында тұра бересіңдер, жұмыс жетеді, деді.
Рахмет аға, сеніміңізден шығуға тырысармыз деп қуана-қуана келісті. Құрылыс ауқымы шынымен үлкен екен. Аумағы ат шаптырып алаңның жобасына мен де көз жүгірткенмін. Тойхана, ойынхана, сауна, дүкендер мен автотұрақ бірігіп толық бір қалашық болмақшы. Өзім өмір сүріп жатқан Времянканың дәл маңдай тұсынан. 2 қабатты хан сарайындай тұрғын үй түсетін көрінеді. Құрылыс жұмысында болады деген Қалекең айтқан 10-15 адамның жалпы саны 50-ден артылып жығылатын болды. Оларда жұмыс істесе жанын салып істейтін жандар екен. Күндіз-түні бір дамыл таппайды. Ауысым болып жанығып істейді. Қайтсын, үйінен бала-шағасынан безіп, ақша үшін жалданып жүрген жұмысшылар ғой. Ерте көктемде басталған құрылыс қара күзге жетпей аяқталды. Салынған ғимараттарды көрсеңіз, аузыңызға шыбын жұмыртқалап кеткенше аңқайып тұра бересіз. Мұндай құрылыстың архитектуралық жобасын Қалекең қай елден алып келгенін бір Құдайдың өзі біледі. Тойхана, ойынхана, саунаның ішіндегі жиһаздарды қай елдікі екендігін ойлап бас қатырудың өзі әбес. Менің ойлайтыным осындай қыруар тірлікке Қалекең қаржыны қайдан тауып жүр? Құрылыс бітіп, қызмет істейтін жандар түгелденген соң, тұсаукесер дейді ме, презентация дейді ме, ұлан-ғасыр той болды. Қалашығымыздың алдына шетелдік сылаңдаған сұлу көліктерге симай кетті. Тойхана мен ойынхананың ішіндегі ығай мен сығай жандарға қызмет көрсету үшін республикамызға танымал әртістер де шақырылған екен. Менің бір таңданғаным, мұндай тойда тост көтеріп сөз сөйлейтіндер аз болады екен. Сондықтан ба, жоқ әлде есімдері елге белгілі азаматтар болғандықтан ба, ішіп алып, қуып кететін, не тәлтіректеп жүрген бір жанды көрмедім. Біздің ауылда болса ғой шіркін. Мынадай көлгөсір дүниені көрген біздің жігіттер жарлының бір тойғаны, шала байығаны деп, дастархандағыны шегіртке қаптағандай түгел жапырып, ішіп жеп, досыңның асын дұшпандай іш немесе дұшпаннан түк тартсаң да пайда деп бір жасап қалар еді. Одан соң той есе қалатындай қызықты болу үшін қалайда қырғын төбелес шығарып таңға жақын тарқар еді. Ал Қалекеңнің тойы белгіленген кешкі 19:00-де басталып, 22:00-де түгел тарқады. Рахат. Қызығын біз көрдік. Мұрты бұзылмаған қазы-қарта, сан алуан салаттар мен тығынына тырнақ тимеген арақ-шарапты қызметте жүрген жігіттер мен қыз-келіншектер және Алматыдан арнайы келген әртістер көрді. Келесі күні түске жақын әрең тарқадық. Охрананың бастығы болдым. Той өткен соң Қалекең біздің үйдің алдындағы Бразилия стилімен салынған қос қабатты ғимаратқа көшіп келді. Осында жүріп, ол кісінің бала-шағасын тұңғыш рет көруім. Балалары, немерелері түгел жиналып, қоныс тойын 2 күн тойлап тарқады. Үйінде Қалекеңнің бәйбішесі мен бір қызы қалды. Өзімнің жобам бойынша ең кенжесі болу керек. Жоғары оқу орнында көп болса 2-ші курста оқиды деп топшаладым. Қонақтар түгел тарқаған соң Қалекең, қызметіңді көтергелі отырмын, сен осында тұрасың. Сондықтан саған күзеттің бастығы болған дұрыс. Айлық жалақыңды өсіремін. Ай сайын 40-50 мың теңге беремін. Осыған қалай қарайсың деді. Мен не деуші едім? Аға, сізге қарсы пікір айтатын жаманыңыз мен емеспін. Сіз не десеңіз де мен дайынмын дедім. Кеше ғана үстімнен солярканың иісі мүңкіп, қолым күс-күс болып жүруші еді. Осы Қалекеңе келгелі жағымның кірі кетіп, шалбарымның қырсы сынбайтын болған. Енді міне қара костюм шалбар киіп, галстук тағып, ірі бір фирманың күзет бастығы болып шыға келдім. Бір сөзбен айтқанда адам қатарына қосылдым. Қосқан Қалекең. Енді Қалекеңді аға демегенде кімді аға деймін? Бірге туған ағаларым мұндай жақсылық жасамайтын шығар. Келіншегім Айғаным да бұрынғыдай тиын санамайды. Қала аралап, қалаған затын сатып алады. Күзет бастығының міндеттерін толық білу үшін өзге фирмаларға барып тәжірибе жинақтадым. Бір күні Қалекең кабинетіне шақырды. Жетіп бардым. Стол үстіндегі бір қағазға үңіліп отырған ағайым біраз үнсіздіктен соң басын көтерді де: «Қарағым, менің 3 жыл бір қызым бар. 3 жыл
үш қалада жұмыстарын дөңгелетіп жүр. Құдайға шүкір. Қыз кенжем, білесің, шамалы еркелеу. Сол қыздың соңғы кезде мінезі өзгеріп барады. Оқуында тастап кетіпті. Бүгін анықтадым. Саған тапсырма, қызды үйден шығармайсың. Бой бермей шығып кетсе, оған білдірмей аңдисың. Жүрген жерін, барған жерін, кімге жолыққанын түгел түсіре бер, деп шағын видеокамера берді. Аға, сіз не десеңіз бәрін орындаймын ғой. Бірақ еркелеу өскен Лира қарындасым айтқаныма көнбей алдыңызда ұятқа қаламын-ау дедім. Қызыма өзім айтамын. Домашний аресттесің деймін. Бірақ сенің бақылауыңда болсын. Шешесі де үйде болмайды. Ол ертең емделуге шетелге жол жүреді деді. Қалекеңнің қандай қызметте екенін білмеймін. Сұраған емеспін. Ыңғайсыз ғой. Ал жеңгеміз Сырғалы жаңа салынған тойхана, ойынхана орталығының директоры секілді. Осы орталық іске қосылғалы сол кісі осы жерден шықпайтын болған. Бұрын туристік фирманы басқарады, бірнеше дүкені бар деп естігенмін. Жеңгеміз шетелге ұшып кеткен күннен бастап, мен қызыл ягуардан көз жазып қалмауды ойладым. Ол Лира қарындасымыздың ауыл арасында мініп жүретін көлігі. Шетелдік сұлу машина. Ағамыз мен начальник охраны болған кезде, мынау сенің жорғаң. Бастық адамға жаяу жүрген жараспайды деп, ВАЗ-2199 маркалы үстіне әлі шыбын қонбаған су жаңа машина берген. Мен жарылқаушым жасырын берген түсіргіш камераны да сол машинаның ішіне тығып қойғанмын. Бақылауға алған алғашқы 2 күнде Лира үйден шықпады. 3-ші күні кешке қарай қарындасым қызыл машинаға мінген кезде жанына келдім де, Лира, айналайын, айып етпе, папаң қызметке кетерде қызым үйден шықпасын деп маған тапсырған еді. Ренжіме, бұйрықты орындауға тиістімін дедім. Білемін аға, папаға білдірмейміз, екеуміз келіссек болды ғой деді күлімсіреп. Лира, мен ағаны сыйлаймын. Сол үшін ол кісінің айтқанын екі ете алмаймын деп едім. Қыз, сіз шынымен мені жібермеймін деп тұрсыз ба? Деп ягуарды дырыр еткізіп оталдырды да қақпаға қарай беттеді. Қақпа алдындағы күзетші жігітке қақпаны ашпа деп белгі бердім. Қақпа алдына келіп кілт тоқтаған қызыл машинадан басын қылтитқан Лира ана жігітке «Әй, қақпаны аш» деп бұйырды. Ана жігіт екі оттың ортасында қалғандай, біресе маған, біресе қызға қарап жалтақтап тұр. «Әй, аш дедім ғой саған қақпаны», деп қыз ызаға булығып айқай салды. Күзеттегі жігіт мені иегімен көрсетіп, иығын қиқаң еткізді. «Болды, сен бүгіннен бастап боссың. Бар, итіңді суғар». Мамбет деп қолын сермеп еді, мен жанына келіп, «Лира, ашуыңды бас. Бізді қызметке сен алған жоқсың. Біз өз бастығымыздың бұйрығын орындаймыз» дедім. Ызаға булыққан қыз машинадан атып шықты да, ендігі ісім сендермен болсын деп, телефонына жармасып біреулерге хабарласып жатты. Хабарласқан адамы тұтқаны алмады білем. Телефонын сумкасына салып біз жаққа қарап. «Эй, поставь машину на место» деді де, үйіне қарай тез-тез басып бара жатты да, кілт тоқтап, қайтадан қол сөмкесінен ұялы телефонды алып, әлдекімге қоңырау соқты. «Слушай, мен бара алмайтын болдым. Меня на замок закрыли. Да нет, я дома. Сен жананы маған жібере қойшы. Мейлі, маған бәрібір. 4-5 емес, неге 10 адам болмайды. Есеп қисап менен, обещаю. Слушай, менің алдаған кезім болды ма? Білмеймін. Өмір бойы қамауда болмайтын шығармын, отвечаю. Айттым ғой, мен төлеймін деп. Прошу, Жанканы тез жіберші. Понимаешь, ломка» деп қыз телефонға айқай салды. Бастықтың қызы нашақор екен. Бізден қаймығып не үй алып тұрған қыз жоқ. Күзетші жігіт қызыл ягуарды күнделікті тұратын орнына айдап апарып қойды. Мен оның жанына келіп, қожайынның қызы қалай қоқаңдаса да қақпадан шығарушы болма дедім. Өзім өзге орындардағы күзетшілерді тексеруге кеттім. Кешкі асымызды ішіп бола берген кезімізде қақпа алдында тұрған жігіт телефон соқты. «Командир, қақпа алдында бір топ қыз жігіттер тұр. Лира үйіне шақырған екен, не істейін?» дейді. «Жібер, үйге адам кірмесін деген бұйрық жоқ» дедім.
Содан түннің бір уағында әлгі жігіт қайта қоңыраулатсын. Командир, мынау үйде бір сойқан болып жатыр. Өзіңіз келіп көріп кетіңіз деді. Киініп қақпалына келдім. Күзетте тұрған екі жігіт жарыса сөйлеп тұр. Командир, Лира қарындасымыздың достары жынданып жатыр. Біздің ойымызша олар түгел нашақорлау, тырдай жалаңаш шешініп тастаған. Меңіреу адамдарға ұқсайды, ләйліп жүр. Ештеңені сезетін емес деп асығып-аптығып баяндай бастады. Біреуің менімен жүр дедім де қос қабатты үйге беттедім. Бая музыка үні естіліп тұр. Сыртқы есік ашық екен. Ішке кірдік. Алдыңғы кең холда жалаңаш бір еркек жалғыз өзі теңселіп билеп жүр. Төрдегі диван үстінде жартылай жалаңаш бір бикеш шалқасынан түсіп ұйықтап жатыр. Оның жанында жерде шалбары бар, көйлегі жоқ бір жігіт қытайлық қымбат вазаны бұтына қысып алып ыңылдап өлең айтып отыр. Көзін тас қылып жұмып алыпты. Ортадағы 32 орындық ұзын столдың әр жерінде шашылған төгілген тағамдардың қалдықтары мен ішімдіктердің шөлмектері астан-кестең болып жатыр. Сынған қираған ыдыс-аяқтардың арасында науқастарға дәрі егетін шприцтерді алып үңіліп қарап тұр едім. Жаныма еріп келген жігіт: командир, бұлар түгел наркомандар екен ғой. Қараңызшы, деп стол үстінде шашылып жатқан ақ ұнтақты көрсетті. Лираны іздеп екінші қабатқа көтерілдік. Бұл үйдің құрылысын жақсы білгендіктен теке қыздың бөлмесіне қарай тарттым. Онда жетпей дәлізде еден үстінде аймаласып жатқан жұп кездесті. Олар бізді елейтін емес. Жандарынан айналып өтіп кеттік. Лираның бөлмесіне келіп тың-тыңдадық. Дыбыс жоқ. Тақылдаттық. Ешкім дыбыс бермеді. Ішке кірдік. 4 адам қатар жатса тарлық етпейтін төсек үстінде Лира қыз қос еркектің ортасында жалғыз өзі тырайып ұйықтап жатыр. Үшеуінің киімі әр жерде шашылып қалыпты. Бұларды біз жөнге сала алмаймыз. Дәл қазір көшеге де шығарып тастай салмайсың. Милары айналып, уланып айналма болған қойдай әрқайсысы әр жерде домалап қалыпты ғой деп едім. Серігім, командир, және бір қыз болу керек, қызыл көйлекті, сол көрінбейді деді. Көйлегін шешіп тастаған шығар дедім күліп. Шешіп тастаса да танимын. Олар 5 жігіт 3 қыз болып келген. Қазір Лираны қосқанда 3 қызды кездестірдік қой, біреуі қайда деді. Іздейік дедім. Көп бөлмелердің есігін ашып ішке үңілеміз. Жабық есіктерге құлағымызды жапсырып тыңдаймыз. Жоғарғы қабатты түгел аралап төменге түстік. Жалаңаш биші еркекте құлапты. Бұрышта тұрған кісі бойы телевизордың тасасына барып пырылдап ұйықтап жатыр. Оң жақтағы есікті барып ашып қалсақ, қызыл көйлекті қыз бір дорба затты арқалап дәл есік алдына келіп қалған екен. Ол бізді көріп шыңғырып жіберді де әрі қарай қаша жөнелді. Қолындағы дорбаны тастай салды. Тыныш, айқайлама дедім. Қыз үлкен терезе алдына тұрған жазу столының астына кіріп кетті. Бұл бөлме Қалыбек ағамыздың жұмыс бөлмесі болатын. Кітапханасы десек те болады. Қыз тастаған дорбаның аузын ашып қарасам, іші толы әртүрлі қымбат бағалы заттар екен. Стол астына кіріп кеткен қызыл көйлекті қыздың білегінен ұстап, сүйреп шығарып алып едім. Ол: аға, ұрмаңыз деп дірілдеп тұр. Сен кімсің дедім, даусымды қаттырақ шығарып. Мен Жаннамын, Лираның подругасымын деп еді. Серігім: подругаңды тонап қайда қашып барасың деді. Мен жай әшейін деп тұтығып тұрған қызды жетелей жөнелдім де серігіме: дорбаны ала жүр дедім. Қызды жетелеп әкелген бойда өзім тұрып жатқан үйдегі бос бөлмеге қамап тастадым. Дорбаны күзетшілер бөлмесіне апарып қойдық. Бастықтың таңертеңгі 7-де тұратын әдеті бар. Сол уақытты күтуге тиістімін. Ол жеңгеміз емделуге кеткелі үйінде түнемей жүр. Соған қарағанда өзге әйелі не көңілдесі болу керек. Таңертең ерте ағайдың ұялысына телефон соқтым. Аға, ерте қоңырау соққаныма кешірім өтінемін. Уақытыңыз болса келіп кетіңіз. Үйіңізде бір топ нашақор түнеп жатыр. Солардың ішінде бір ұрыны ұстап қамап қойдым дедім. 10 минутта жетемін деді Қалекең.
Жүгіріп барып Лираны ояттым. Айналайын, тез тұрып, ең болмаса өзің киініп ал. Қазір әкең келеді дедім. Бетіме ежірейе қараған қыз, иди к черту деп теріс айналып жатты. Қыздың жағынан шапалақпен шарт еткізіп бір салып қалдым да, бізден ұялмасаң ұялма, әкең келе жатыр, әкең, түсінесің бе? Туған қызының мына жатысын көрсе, ол сорлы не дейді? Өз қолымен сені қылқындырып өлтіретін шығар. Бол, тез киін деп сүйрелеп еденге түсірдім. Қыздың миына енді бірдеңе жеткен секілді. Ол төсектегі жалаңаш қос еркекке бір қарады да, «Ей, подъем» деп орнынан тәлтіректеп, әрең тұрды да киімдерін жинастыра бастады. Дәл осы кезде сыртта машинаның сигналы естілді. Қалекеңнің машинасы екенін үнінен таныдым да сыртқа қарай ұмтылдым. Жолда жатқан ғашыққа сүрініп кетіп, бет-бетімнен түстім. Ол екеуін іштей бір сыбап алдым да, орнынан атып тұрып жүгіре жөнелдім. Ағамыз қақпадан кіре салып, үйіне тіке тартты. Мен кідіріп, сыртта тұрып қалдым. Сәлден соң іштен шар ете қалған әйел даусы шықты. Одан соң тасыр-тұсыр дыбыс естілді. Сыңғыр етіп шыны сынды. Терезе ашылып, Қалекең сыртта тұрған маған айқай салды. «Әй, мелшиіп, не істеп тұрсың? Шақыр жігіттерді» деп бұйырды. Қалекеңнің джипін айдайтын шопыр баланы ертіп ішке кірдік. Екінші қабатқа көтерілдік. Көзіме бірінші түскені Лираның мұрнынан қан сорғалап, дәліздің бұрышында жүрелеп отыр екен. Әбүйір болғанда үстіне көйлегін киіп үлгеріпті. Қалекең өзі қызының бөлмесіндегі екі жігітті тепкінің астына алып жатыр екен. 60-тан асып кеткен жан ғой, ырсылдап, әп-сәтте ентігіп қалыпты. Маңдайында тер тамшылары көрінеді. «Мына малғындарды түгел далаға сүйреп апарып, байлап тастаңдар», деді. Одан соң маған қарап, «Ереке, осы қалыптарында лентаға жазып алғаның дұрыс-ау» деді. «Аға, ол жағын тындырып қойғанмын» дедім. Оным рас еді. Қызыл көйлекті қызды қамаған соң, жалғыз өзім үйге кіріп, есірткіге елтіп, әр жерде күшәла жеген итке ұқсап, домалап жатқандарды түгел бейнекамераға жазып алғанмын. Неге екенін өзім де білмеймін. Жалаңаш жатқан Лираны түсіргенде үстіне жамылғы жауып қойғанмын. Жаным ашыған шығар. Әкесіне ме жоқ, қызына ма, ол жағында ойлаған жоқпын. Жолда туған Жолбике жартылай жалаңаш, тырдай жалаңаш тобырды тоқпақтап далаға алып шықтық. Есеңгіреген қыз-жігіттердің естері кіріп, киімдері түгендеп, асығыс киіне бастады. Басекең байлап тастаңдар деген сөзін қайталаған жоқ. Сол бұйрықты бізде естімеген болып тұрмыз. «Тонаушысы қайда?» деді сыртқа шыққан ағамыз. Бір жігіт барып, қызыл көйлекті қызды ертіп шықты. Қызды көргенде Қалекеңнің көзі дөңгеленіп кетті. Ол анаған таңдана біраз қарап тұрды да, «Әй сен, Жанка емессің бе?» деп еді. Қыз маған қарады. Қалекең де маған қарады. Мен күзетшілердің бөлмесіндегі дорбаны алдырдым да ағаның алдына қойдым. Қалекең дорба ішіне үңіліп қарады да, «Өй атаңа нәлет, Жолдыбайдың жолда туған жәлебі. Асымды ішіп дастарханыма түкіріп жүр екенсің ғой», деді де қыздың бетіне салып қалды. «Ағатай, кешіріңіз ағатай, құлыңыз болайын. Мен білмей қалыппын, кешіріңізші», деп Қалекеңнің алдына тізерлеп отыра қалды әлгі қыз. «Қане, түгел аты жөндеріңді, үйлеріңдегі телефон номерлерін айтыңдар» деп бұйырды ағамыз. Аналар кезек-кезек мекен-жайларын айтып дірілдеп тұр. Тек бір қыз ғана: «Сен шал, өзісіңе басыңмен жауап бересің. Тілімді кесіп алсаң да, атымды, адресімді айтпаймын. Айтпасаң айтпа, барлық істі сенен бастаймын» деп шетте тұрған жалбас шашты жігіттің шашынан уыстап ұстады да жұлқып тартып қалды. Жігіт: «Ой, пахан, больно же» деді. «Больно да, больно болмау үшін мынау бетінен зәрі шығып тұрған қай дәудің қызы, соны айт» деді. «Айтамын, ол Шайханның қызы Лаура» деді. Қалекең жігіттің басын бір сілкіп итеріп жіберді де Лаураға қарап: «Ал енді не дейсің? Шайхан әкеңді қазір шылдатып алдыңа алып келемін» деп еді қыз. «Ол сенің бұл ісіңді кешірмейді. Сен өліксің» деп темекісін аузына апара
бергенде Қалекең қыздың бұтынан бір тепті де етпетінен түсірді. Қане, жазып болдың ба? Маған бер. Кімнің қандай өлік екенін көрейін деп, есірткі құмарлар айтқан тізімді қолына алып, көз жүгіртіп шықты да, Шайханның номерін кім біледі деді. Әлгінде шашы жұлынған жігіт, мен білемін деп телефон номерін айтқан еді. Ыңырсып жатқан Лаура, скотина, баба, сатқын, қатын деп жерді жұдырығымен тоқпақтай жөнелді. Қалекең ұялы телефонын алып, қағазға қарап тұрып, номерлерді тере бастады. Күзетшілердің біреуі оған орындық әкеліп берді. Алло, маған Шайхан керек. Өзіңбісің? Мен Қалекеңмін. Танысаң орынды. Слушай, Лаура деген жексұрындау қызың бар екен ғой. Иә, сол бала менде тұтқында отыр. Тұтқында. Ұрлаған жоқпын. Ұрлатқан да жоқпын. Өзі келіп қақпанға түсті. Мен Құдайдан ғана қорқамын. Сол үшін өзіңе хабарласып отырмын. Мен саудаласпаймын. Қызыңның құнын өзің білесің, болды. Ойланып, өзің хабар бересің, деді де, маған қарап, Лаура қызды қамаңдар, деді. Жанкадан босаған бөлмеге Лаураның апарып қамап тастадық. Қалекең түнгі қонақтардың әке-шешелеріне дәл осылай кезек-кезек хабар беріп, бәрін қаматып тастады. Есік алдындағы хауыз жанындағы әппақ мәрмәр тастан өрдіріп, әшекейлеп салдырған бастырма ішіне дастархан жасатып, өзі сонда жайғасты да, Ереке, өзіңнен өзгелер жұмыс орындарына бара берсін. Сен бері кел, жаныма отыр, деді. Үнсіз келіп дастархан шетіне отырдым. Інім, неге екенін өзімде жөнді түсінбей жүрмін. Сені ет жақын бауырымдай жақсы көремін. Жан-жағымда мен үшін жанын қиятын жігіттер жетерлік. Бірақ сен ерекшесің. Ауылда өсіп, ауылда қарапайым тракторшы болып, қолық сұмдықтан алыс жүргеніңнен ұнататын шығармын. Байқаймын, қала өміріне сенде төселіп қалған секілдісің. Солай бола тұра, Басеке, сіз оны қайдан жұмыс істейсіз? Немен шұғылданасыз? Көлгөсір дүние қайдан қалай келіп жатыр деп бір ретте сұраған жоқсың. Өзім айтып, өзім берген ақшаға риза болып, тоңпаңдап, тірлігіңді істеп жүре бересің. Оның да дұрыс шығар. Иә, өмір деген арпалыспен өтеді екен ғой. 5 күн жалған дүние деп бекер айтылмаған. Бұл өмірде өзің үшін талпынбасаң, ешкім ештеңе бермейді. Бар болса тартып алады, ұрлап алады, қорқытып алады. Сені туралатып тақыр жерге отырғызып, кетуге асығады. Бұл заман күштілердің заманы. Жанында жолдас болып жүрген жігіттердің өзі дүние үшін сатып кетеді. Көзіңе күліп қарап тұрып, ішіне осыны қалай жайратсам екен деп ойлап тұрады. Інім, мен әуелі өзің секілді қарапайым жұмыстан бастағанмын өмір сүруді. Содан соң басшылық қызметтердің құлағына жармастым. Міне, сол жармасқаннан әлі жармасып келемін. Алысып келемін, жылысып келемін. Уақыт өтіп, заман өзгерді. Бірақ адам өзгерген жоқ. Адамдардың есіл-дерті билік басында болу, мол дүние табу. Кедей бай болсам, бай құдай болсам дейді екен ғой. Мен кедей емеспін, баймын. Бірақ құдай болуға ұмтылмаймын. Жаратқан ием кешірер. Байлардың арасында бәсеке деген бәле бар. Өле-өлгенше күндіз түні жатсаң тұрсаң, ойынан кетпейтін кесел. Асып төгіліп жатса да, болған үстіне бола берсе дейсің. Ең соңында тоналасың, немесе жүйкең жұқарып кеселге ұшырайсың. Ереке, 3 ұлым бар, білесің. Олар да менің жолымды қуған. Өзім жолға салып жібергенмін. Олардың дәулеті менікінен кем емес. Мына жалғыз қыз шіріген жұмыртқа болды. Атымды әбден былғады. Өз қолыңды өзің кесіп тастау қиын екен. Не істерімді білмей езіліп отырмын. Мынау тобырды көрдің ғой. Олардың әке-шешелері де дәл мен секілді шіріген байлар. Ақшамен самауыр қайнататындар. Бірақ бәрінің мойнында қарапайым халықтың маңдай тері, көз жасы бар. Қарғысы бар десем де қателеспеймін. Мүмкін содан шығар, соңғы жылдары жолым болмай, жатаған есектей болып барамын. Анау емделіп жатқан жеңгеңнен өзге және 2 жеңгең бар. Үшіншісі өзің қатарлы. Бала-шаға түгел біледі оларды.
Бәйбішем аурушыл болған соң өзі рұқсат берген. Рұқсат бермеген күнде де менің тоқтамасымды біледі. Байқаймын, соңғы жылдары ол да дүние мүлікке салғыт қарайтын болып алды. Қолда барда қыдырып ел жер көрейін дейді ме, жыл сайын шетелдерге 5-6 рет барып, демалып, емделіп қайтады деді. Бір кезде Қалекеңнің ұялы телефоны қолынша кісінеді. Ағамыз маған қарап жымиды да, көзін бір қысып телефонды құлағына тосты. Алло, иә, айттым ғой, құнын өзің кес деп, мен әлдекімдерге ұқсап ұсақтамаймын. Иә, жарайды. Қызыңды Қырғы базардың алдында күт. Менің адамым алып барады. Сен өз адамдарыңа айт, менің жігітіме көз алартушы болмасын. Менің айтқаным болмаса, қызыңның концертін кешке жергілікті теледидардан көресің. Түндегі тірліктерін толық жазып алғанбыз, деді де телефонды дастархан шетіне қойды. Сәл ойланып отырды да маған қарап, ал Ереке, жаман ағаңның ойынына бүгіннен бастап сен де араласасың. Қазір Шайханның Лаурасын машинаңа салып ал да Қырғы базарға бар. Жаныңа өзіңе ұнайтын сенімді 2 жігітті ертіп ал. Олар өз қызын өзі сатып алады. Заудаласпа, бергенін алда ізіңше кері қайт. Бүкіл денесін, ағзасын есірткіге улаған сұмырайларды бүгін тегіс сатамыз, деді. Нашақорларды сатып жібердік. Қалекең айтқан Қырғы базардың қарсысындағы автобус аялдамасынан шамалы өтіп бара жатып тоқтағанбыз. Жанымызға бір жігіт келіп, машина ішіне үңілді де, Лаура, выходи, деді. Қыз орнынан тұрмақшы еді, мен оның иығынан басып, қайта отырғыздым да, бейтаныс жігітке, жақсы жігіт әуелі сәлемдеседі деп едім, ол да бір қыршыңқы екен. Сәлем беретіндей сен Меккеден келіп бедің? Жоқ, әлде Құдай қосқан құдан бедің, деді. Меккеден келмесем де құда болып қалуымыз мүмкін. Қазірше қыз бізде. Қалың малы қайда, дедім. Маратик, онда стал мені, атып тасташы өзін, деп Лаура жұлқына бастап еді. Мен, Маратик, қане, атып тасташы. Аталмайсың, ә? Иә, артыңа қара. Ату үшін де жүрек керек, дедім. Лаура, извини, деп жігіт қызға жалынышты көзмен бір қарады да, маған бұрылып, қанша сұрайсың, деді. Саудаласатында сен базарда тұрған жоқсың. Шефің қанша беріп жіберді, түгел бері шығар. Ойланатын уақыт жоқ, бол тез, дедім. Жігіт жан қалтасынан пакетке салынған түйіншекті алып маған берді. Ашып қарасам, ақштың ақшасы екен. Санаған жоқпын. Жанымдағы жігіттерге қарап, қыз, Марат иттікі, жіберіңдер, дедім. Лаура сыртқа шықты да, машина ішіне қайта үңіліп, менің бетіме шапалақпен салып қалды да, сені бастығыңмен бірге түрмеде шіртемін. Оны істемесем, атым басқа болсын, деп қарғанды. Сенің атың онсыз да басқа, деп жанымдағы жігіт мырс етіп күліп жіберді. Үйге қайтып келсек, Қалекең дәл сол базар алдына 2-ші клиентті даярлап қойыпты. Жалбыр шашты жігітті де машинаға салып алып базарға апарып сатып қайттық. Одан кейінгі кезек түнде дәлізде аймаласып жатқан қыздікі болып шықты. Жанымдағы бір жігіт құлағыма, Ереке, мына қыз маған ұнап келеді. Жолда белімізді бір суытып алсақ қайтеді, деп сыбырлап еді. Мен оған, ұнаса түнде не бітірдің, дедім. Ол болса, түнде құр қалдық дейсіз бе, 4 қыздың 4-еуінде тындырғанбыз, деді. Мен оған таңдана қарап, Лиранында ма, дедім. Ол басын шұлғыды. Кезек-кезек сыбырлап келе жатқанымызда базарға да жетіп қалыппыз. Еденшіл қызды сатып алуға шешесінің өзі келіпті. Шешесін көрген қыз мама деп мойнына асыла кетті. Мынаны кімге берейін деп келген әйел қолына конверт ұстап тұр екен. Қызыңыздың сүйіншісі болса маған беріңіз, деп әйелдің қолындағы конвертті жұлып алдым да, ішіндегісін санайын ба, дедім. Санасаңыз санаңыз, келісім бойынша күйеуім санап берді, деп әйел лыпылдап тұр. Қызды есіне тапсырып өзіміз кері қайттық. Қалған тұтқындарды да дәл осылай сценарий бойынша сатып, ең соңында Лираның досы Қалекеңнің асын ішіп дастарханына түкіріп жүрген жанына қалды. Оның әкесі Жолдыбай қоңырау соқпады ма, жоқ әлде өзара келісе алмады ма, қызыл көйлекті қыз қамауда қалып қойды.
Күн бата Қалекең ұры қызды менің машинама салыңдар деп бұйрық берді. Оның сөз ырғағына құлақ тіксеңіз, менің машинама бір қап картоп сала салыңдар дегендей болды. Машинаға мінгізіп жатқанымызда қыз мені қайда апарасыздар деп көз жасқа толып үрейі ұшып барады. Қорықпа, жайлы жерге барасың дей салдым. Осы кезде Қалекең де үйінен шығып еді, біз машинадан шеттей бердік. Қалекең ымдап мені оңаша алып шықты да: айналайын інім, мен 3-4 күн болмайтын шығармын. Осындағы шаруаға өзің түгел бас көз боласың. Тойхана, ойынхана, дүкендердің меңгерушілеріне түгел ескерттім. Олар менің бірнеше күн болмайтынымды білмейді. Сен де білдірме. Ал анау қарындасың сазайын тартып жатыр. Келінге айт, хабар алып тұрсын. Сөйте ғой. Осы қаладағы сенімді жан жалғыз өзің деп арқамнан қақты. Лира әбден жалынды. Қалекең қара джип пен қызыл көйлекті қызды қайда алып кеткенін түсінбей біз аң-таң болып тұрып қалдық. Жанна, қыз ұрлаған заттарды қызметші қызға апарып беріңдер, орын-орнына қойсын деп едім. Қақпа алдындағы күзетші жігіт: командир, ол қызды қожайын қуып жіберді деді. Тұтқындарды сатып жүріп, ол қызды не үшін жұмысынан босатқанын да білмей қалыппын ғой. Қалекең үйінің әр бөлмесінде әр жерде тұратын заттарын үйге кіргізіп, кітапхана бұрышына қойдым да Лирадан хабар алайын деп 2-ші қабатқа көтерілдім. Қыздың бөлмесінің есігін қақтым. Ыңырсыған дыбыс шықты. Шамалы тосып қайтадан есікті қақтым. Кіре бер деген әлсіз дауыс естілді. Лира өз төсегінде жатыр екен. Екі көзі ісіп кетіпті. Жылағаннан емес, соққыдан екені көрініп тұр. Лира, халің қалай дедім. Даусым жарықшақтанып шықты. Қыздың соққы жегеніне өзім кінәлі екенімді біліп тұрмын. Рахмет, таңертең келіп киіндірмегеніңізде әкем мені шынымен бауыздап тастайтын еді. Сөйткеннің өзінде істегені мынау, көріңіз деп халатын көтеріп теріс бұрылып еді. Менің көз алдым бұлдырап кетті. Себебі қыздың таңертең өзім көрген аппақ денесінен елесте қалмапты. Жонарқасынан тас батылды деген сөз миыма шақ ете қалды. Бойжеткен қыздың аппақ денесіне киіз үйдің керегесін әкеліп жапсыра салғандай. Айқұш-ұйқыш қамшының ізі. Кей жерлеріне қан шығып қата бастапты. Ойпырмай, өз қызы ғой, қандай тас жүрек адам, деп іштегі ойым сыртқа шығып кетті. Ағатай, сіз алған ақшаңызға, басыңыздағы уақытша баспанаға мәз болып жүрсіз. Менің әкем өте қатыгез адам. Осы күнге дейін бір баласының маңдайынан сипап, айналып көрген емес. Жалғыз мені еркелетуші еді. 22 жыл алақанына салып жүріп, бір күнде сойып салды ғой деп солқылдап жылады. Лира, жеңешеңді жіберейін деп едім. Ол: аға, сізден кешегі бүгінгі қылықтарым үшін кешірім өтінемін. Кешіріңіз деді жақындап. Жеңешемді әуре қылмай-ақ қойыңыз. Сізге айтар бір өтінішім бар. Соны орындасаңыз, бар сырымды өзіңізге ақтарып салар едім, дейді жалынышты үнмен. Айта ғой, қолымнан келсе орындайын дедім. Қолыңыздан келеді, ең әуелі тісімнен шығармаймын деп сөз беріңіз деп жымиып күлгендей болды. Онысы тым ерсі көрінді. Көп болып, ісіп кеткен бетке күлкіде жараспайды екен. Ереке, аға, мен есірткіге уланған жанмын. Бір сөзбен айтқанда, наркоманмын. Бізде ломка деген болады. Қазақша қалай айтсам екен? Әлгі бәлені уақытылы қабылдамасаң, денең құрысып, қаның жүрмей қалғандай, буын-буының екемге келмей, аяқ-қолың тырысып, жаның шығып кететіндей қиналасың. Ал есірткіден бір ескесең, немесе инемен ексең, жаның жай тауып, рахат сезімге бөленесің. Маған сол ломка таяп қалды. Өтінішім сол, маған бір доза келіп беріңіз деді. Ойбай, ондай бәлені айта көрме. Онан да 1-2 күннің қиналасың, шыдарсың, сол бәлені тастасайшы, деп едім. Қыз жылап жіберді. Ағатай, тастау оңайын болса, әлде қашан тастар едім. Әкемнен де бұлай таяқ жемес едім ғой. Маған емделу керек. Наркологтарға көрінуім керек. Емделгенше әлгі доза болмаса өліп қаламын.
Немесе өзіме өзім қол жұмсаймын, шыдай алмаймын дейді еңіреп отырып. Айналайын-ау, ол бәлені қайдан табамын? Өмірі көрген емеспін. Оның түрі де көп көрінеді ғой, дедім шошып. Қол ұшын беріп қарындасыңызды аман алып қалғыңыз келсе, жол жобасын өзім айтамын ғой, деді жылағанын тиіп. Амал жоқ, өзің үшін қылмысқа барамын, дедім. Аға, 1001 түн деген түнгі клуб бар, естіген шығарсыз. Соның алдына барып, оңаша тұрсаңыз, есірткі сатушылар өздері келеді. Шөп бар, ұнтақ бар деп сыбырлап кетеді. Солардан аласыз. Ол жерде ешкімде кездестіре алмасаңыз, ескі қаладағы Жасыл жаға аталатын көше бар. Сонда барсаңыз, қыз-жігіттер көшеде қаз-қатар темекі шегіп отырады. Солардан Жора керек еді деп сұрайсыз. Сығанға ұқсас бұйра шашты ұзын бойлы жігіт Жора. Содан сұрайсыз. Ол сізге сенбеуі де мүмкін. Менің атымды айтасыз. Ол қарызын қашан қайтарады десе, бір жетінің ішінде әкеліп береді деңіз. Бұл жолы нақты ақша бермесеңіз сатпайды. Ақшаңыз бар ма, деді. Бар ғой, оның нарқы қандай деп едім, ол сіз саудаласа алмайсыз. Сондықтан маған 5000-дық ұнтақ бер десеңіз жеткілікті. Қазірше маған сол да жетеді, деді. Уәде берген соң орындау шартты тәуекел деп сұр жигулиге міндім. Жаныма лираны да тындырдым деген бұқа мойын серікті де алдым. Оны жаныма ертіп алғаным дұрыс болған екен. 1001 түнді дәл тапты. Машинамызды қаңтарып қойып, түнгі клуб алдында жарты сағаттай тұрдық. Шөп, ұнтақ қажет пе деп бізге тірі жан жоламады. Клубқа кіріп шығып жатқандардың дені жастар. Бұлардың ішінде нашақорлар көрінбейді ғой, дедім мен. Ойын күлкі түн жарымында басталады. Сол кезде сатылатын шығар әлгі бәлелері, деді Серік. Қой, қарындасымыздан айырылып қалармыз. Басқа нүктесіне барайық. Оның ломкасы әлгінде басталған деп едім. Серік, өлмесе өмірмен қатсын. Сол еркет отай шол жаңғызға неге жаныңыз аши қалды, деді. Мен іштей, Лира, тісіңізден шармаңыз деп еді. Мынаға неге айттым деп өкініп те тұрмын. Әкесін, қызын сынап ақыл айтатын біз емес. Біз олардың есік алдында жүрген жалшымыз. Жігітім, қожайынның қызына бәс көз болу міндетім. Ломкасы ұстап, шыдай алмай өзіне өзі қол жұмсаса, әкесіне қай бетімізбен қараймыз. Жаның қиналмай, мол ақша тапқаныңа шүкіршілік жасамайсың ба, дедім. Серігім басы салбырап тұрды да, рас екен-ау, командир. Қалекең секілді жағдайымызды жасап жүрген ешкім жоқ, деді. Нашақорлардың ямасына бардық. Жасыл жағаға жетіп, машинамен жаймен жылжып келеміз. Лера айтқандай, көшедегі қиқы-жиқы үйлердің алдындағы сынып қисайып қалған орындықтарда қыз-жігіттер отыр. 1001 түннің алдындағы жастардан бұл көшенің жастары бөлек екені бірден көзге түсіп тұр. Түнгі клубқа келетіндер байба-қуат жандардың ұрпақтары болса, мұндағылар жарлы жабықай, кедей кепшік, ішкіштер екені бірден көзге түседі. 16-17 шамасындағы орыс қызының сары шашы үйісіп, киізге айналып кетіпті. Оң көзінің астынан біреу жақсылап ұрып, көкпеңбек таңба салыпты. Оның жанында отырған сақал шашы өсіп, әбіржіп кеткен жігіттің киімі де кірден жылт-жылт етеді. Дәл мыналар Жораның жолдастары болса, ол жігітте жетіскен екен, дедім. Неміз кетеді, сұрай салайық деп, Серік отырған екеуге жасыл жаға жастарына жалынды сәлем, деді машина терезесінен. Сендерге не керек, деді бір жігіт. Жора деген досымызды іздеп жүрміз. Қайдан тапсақ екен? Жол сілтеп жіберсеңіздер дұрыс болар еді, дедім. Тегінен тегін мысықта құйрығын көтермейді, деп ана жігіт өз сөзіне өзі мәз болып қарқылдап күлді. Мысығыңды білмеймін, өзің орныңнан тұрып Жораның шұқырын сілтесең, ақысын береміз деп Серікте күлген болып еді. Жігіттің жанындағы қыз-сымақ атып тұрып, мен көрсетемін, шұқырдың ішіне кіргізіп жіберемін, деді қыз жанымызға жақын келіп. Әуелі ақысын төле. Бір шөлмек шарапқа жететін теңгені алақаныма сал деп алақанын жайды. Қызға тиісті теңгені бердім де машинаға мін деп едім. Ол менің соңымнан еріңдер, деді де алдымызға түсіп алды. Далбаңдап жүгіре жөнелді. Машина ішіндегі маңдайшадағы айнаға қарасам,
Жалбыр шашты жігіт те артымыздан жүгіріп келеді екен. Қызын қызғанып, ана сорлыда жүгіріп келеді дедім Серікке қарап күліп. Қызын емес, қызыл шарапты қызғанып келеді. Қызға берген теңгені көрді ғой деді Серік. Серік, шұқыр деген не сөз деп едім, ол күліп. Командир, өзің шынымен ауылда жүріп, бұл өмірден адасып қалыпсың ғой. Шұқыр орысша яма. Нашақорлардың жиналатын жері дедім. Мен іштей, осы Серік білгіш ақ. Өзі де шұқырдан шыққан сұмырай емес пе екен деп ойлап қойдым. Қисық-қисық көшемен жүріп келіп, құлауға айналған ескі үйдің алдына келіп тоқтадық. Міне, мына үйге кірсеңдер, Жораны табасыңдар деп, қыз кері бұрылып жүгіріп жөнелді. Әй, Жораны шақырып бермейсің бе деп анаған айқайлап едім. Ол, үйге өздерің кіре беріңдер деді күліп. Серік маған қарап, командир алға деді. Апырау, бұл үйдің ұсқыны маған ұнамай тұр деп едім. Ол, шешінген судан тайынбас деген, мен ақ барайын деп машинадан түсті. Ол үйдің терезесінен ішке сығалап қарады да, мен жаққа бұрылып, қол бұлғап шақырды. Тегін концерт көрдік. Екеуміз терезеден үй ішіне үңілдік. Өткен түнгі Лераның үйіндегі көріністің дәл өзі. Бір ерекшелігі, Лераның достары таза киінген, түр-түстері ажарлы жандар еді. Ал мұндағы жандар көшеде жүрген қаңғыбас бомждардан айырмашылығы жоқ. Кәрі жасы, әйел еркегі аралас. Бәрі мәңгүрт, бәрі есалаң. Көк түтін толған бөлме ішінде қалғып мүлгіп жылап, ыржалақтап күліп, ыңылдап өлең айтып отырғандар. Бір еркек талтайып тұрып, бұрыштағы шелекке кіші дәрет жіберіп тұр. Соны көрген сорлы бір жап-жас қыз еркекке ұқсап түрегеп тұрып дәрет алды. Жанымда тұрған Серік менің мықынымды түртіп қалып, командир, мынау керемет кино ғой деді. Қара тобырдың ортасында темір стол бар екен. Сол стол үстіндегі керогазға қасық тосып, әлденелерді ертіп отырған екеудің біреуі терезеден сығалап тұрған бізді байқап қалды. Ол арт жағына қарап, әлдене деді. Еркектің сыртында тұрған бір әйел оның мойнынан құшақтап, сүймекші еді, анау итеріп тастады. Біреуіміз ішке кірейік деп, Серікке бұрыла бергенім сол еді. Желке тұсымнан біреу қимылдама деп бұйырды. Кімсіңдер? Мұнда не іздеп жүрсіңдер? Деді екінші дауыс. Жораны іздеп келдік дедім. Бері бұрыл деді. Бұрылдым. Шашы бұйра-бұйра болып, иығына дейін төгілген кең жауырында қызыл көйлекті еркек тұр екен. Мен сені бірінші рет көріп тұрмын, танымаймын деді. Иә, танымайсың. Лераны танитын шығарсың. Мені саған сол жіберді. Ол ломка болып өлейін деп жатыр. Ем қажет дедім. Ол қаншық әуелі қарызынан құтылсын. Әкесі миллионер болса да қарыздан көз ашпайды деді. Жора, ол жағын өзімен келісерсің. Маған 5000 теңгеге товар бер деді. Жора бетіме тесіле қарап тұрды да, ақшаңды бер деді. Қалтама ыңғайлап салып қойған ақшаны қолына ұстата салдым. Осында күт, деп Жора бұрылып кетті. Серік екеуміз терезеге қайта үңілдік. Бір қыз тырдай жалаңаш өзімен өзі билеп жүр. Көзі жұмулы, езуінде күлкі. Рахат сезімге бөленіп балқып жүр. Оған көңіл бөліп қарап отырған бір жан жоқ. Әркім өзімен өзі. Қабырғасынан күн көрінетін тыриған арық жігіт бір күйген кірпішті кеудесіне басып, қайта-қайта сүйе береді. Жасының қай шамада екенін ажырату қиын бір еркек шашын төбесіне түйіп, үйіп қойған семіз қыздың кіндігін аймалап өліп өшіп жатыр. Болды, концерт аяқталды деген Жораның дауысын естіп, артымызға жалт қарадық. Міне товарың, Лераға сәлем айт. Бір жетіде қарызынан құтылмаса, оның әкесімен біздің барон сөйлеседі. Ал енді бұл арадан тайып тұрыңдар деді. Екі қолын кеудесіне қосырып алыпты, талтайып тұр. Бәледен қашайық демекші, біз зытып бердік. Қайтар жолда бізге жол көрсеткен қызды көрдік. Ол жігіт екеуі орындық үстінде Ағдам деген арзан шарапты шөлмектің аузынан сіміріп отыр екен. Олардың тұсынан өтіп бара жатып, сигналды басып қалдым. Бізді таныды. Қолдарын бұлғап қоштасты. Үйге кіргеннен Лера мені көріп, көзі жайнап кетті. Ағатай, таптыңыз ба деді қасығып.
Әкелген бармақтай қағаз пакетті қолына бердім. Ол орнынан сүйретіліп, әрең тұрып, төсек жанындағы тумбочка үстіне пакетті ашып қойды. Ағынтақтан бір шымшып алып, танауына тығып ұзақ иіскеді. Көзін жұмып, шалқайып біраз отырды да, және бір шымшып, екінші танауына тақап, танауын шуылдата иіскеледі. Иіскеп алды да, жанындағы төсекке қисая кетті. Маңдайынан шып-шып тер шықты. Бетіне қан жүгіріп, боп-боз беті қызарып шыға келді. Мен бұрылып ақырын басып кетіп бара жатыр едім. Лира, Ереке, кетпеңіз деді. Артыма жалт қарадым. Қыз қара терге түсіп жатыр. Көзі әлі жұмулы. Қыз сырын ақтарды. Ереке, бір бокал шай болса, содан соң өзіңізге берген уәдем бойынша ағымнан жарылып бар сырымды ақтарар едім. Жарайды, шайды қазір алдырамын дедім де, қыздың бөлмесінен шығып кеттім. Келіншегім Айғанымға айтып, терімізге шай құйдырып алдым да, Лираға қайта оралдым. Келсем, ол Ағынтақты тіліне жағып отыр екен. Лира, ломкаң қайтса, ана бәлені көп қолдана бермесейші. Ертең қайта іздейсің ғой дедім. Иә, оныңыз орынды. Қолымда болса бәрін тауысып қоярмын. Қалғанын сіз жасырып қойыңыз, ертең бересіз деді. 2 кесе шай ішкен соң Лира бұрын өзім көріп жүргендей адам болып қалды. 2 тізесін құшақтап, төсек үстінде шоқиып отырып әңгімесін бастады. Аға, әке-шешеме еркелеп жүріп, жаман ойлы адамдардың көзіне түсіп, осындай жағдайға тап болдым ғой деді. Мектепті өте жақсы бітірдім. Университетке түстім. Рас, әкемнің беделі де ықпал етті. 1-ші курсты бітіргенімізді атап өту үшін кафеге барғанбыз. Сонда әбден биледік. Жанымдағы құрбы қыздар мен жігіттер әжептер өшті. Ішімдікті айтамын. Мен ол кезде оларды аузыма да алмайтынмын. Кафеде барда тұрған жігіттің жанына жымыңдап, бір жігіт қайта-қайта барып жүрген. Сол жымыңдаған жігіт біздің дастарханға бір шөлмек ақ қайнар мен бір шөлмек кола қойып, сіздер өте көңілді отыратын достар екенсіздер. Сіздермен танысқым келеді деді. Күлшелі бала сүймекке жақсы демекші, өзі сыйлыға келіп отырған жігітке ешкім кет демей, керісінше келіңіз, бізде тамыр-таныс, достың көп болғанын қалаймыз деп ортаға қосып жіберді. Аққайнардың ақ қалпағын аспанға атып, таныстық үшін бәрі ішіп қойды. Маған кола бұйырды. Кейін білдім ғой, бәленің бәрі сол коладан басталыпты. Менің бақытсыз күндерім сол күннен басталып жалғаса берді. Инені алдап салыпты. Кафеде әлгі жігіт мені биге шақырған есімде. Одан әрі не болғанын білмеймін. Есімді жисам, белгісіз үйде, бөтен төсекте өзіме кола ұсынған жігітпен жатырмын. Екеуміз де тырдай жалаңашпыз. Жатқан жерімнен атып тұрдым. Басым айналып, жүрегім айнып, қайтадан төсекке отыра кеттім. Өзімді өзім зорлап, орнымнан қайта тұрып киімімді істедім. Жаздың күні ғой, үстіме жапсырған 2-3 қана зат болатын. Солар әр жерде шашылып жатыр екен. Жиып алып киімімді кидім де қашпақшы болып шығатын есік іздедім. Бір есікті ашып қалсам, жанна құрбым бір жігітпен жатыр. Дәл өзім секілді ол да жалаңаш. Оның киімдері де шашылып қалыпты. Жаннаны жұлқылап әрең ояттым. Ол әлі мас секілді. Тез-тез киімдерін киіндіріп, сөйлелеп сыртқа шықтым. Есік алдында бір әйел кәуап пісіріп тұр екен. Ол бізді көріп, қыздар, неге ерте тұрдыңдар? Таңертеңгі ас әлі даяр емес. Жата тұрыңдар деді жымиып. Рахмет, біз қайтамыз деп жан-жағыма қарадым. Тұрған жеріміз қалай емес саяжай екенін білдім. Қыздар, өз беттеріңше қайта алмайсыңдар ғой. Жігіттерің тұрсын, машинамен жеткізіп салар деді де, қапталдағы шағын үй жаққа қарап, әй Макс, бері кел, қонақтар қайтайын деп жатыр деді. Ол үй жақтан 40 шамасындағы бір қазақ кісі шықты. Шорти киіпті. Кеудесі жалаңаш. Төсінің жүні бүйра-бүйра бұрқырап тұр. Оны көріп, жүрегім су ете қалды. Басым бір бәлеге қалғанын түсіндім. Меңзең болып, ауырып тұрған басым одан бетер солқылдап кетті. Қарындастар, асықпаңдар. Өзім апарып саламын. Бұл жерден қалаға жаяу жету алмайсыңдар.
Астан үлкен емессіңдер ғой, дәм татып қайтасыңдар. Әй жастар, ай жастар, осылай ойнап жүріп от басып қалғандарыңды білмей қаласыңдар ғой. Мына қарындастың мүлдем базасы болмай тұр ғой деп Жаннаны сүйемелдей берді. Жанна шынында да әлі ұйықтап тұр еді. Оның басы былқ-сылқ етіп көзін аша алмай, мен оны белінен құшақтап тұрғанмын. Аға, біз қай жердеміз дедім. Оның жылы сөйлегеніне менің де ішім жылып қалған. Саяжайдасыңдар, айналайын. Түнде жиеніммен бәрің улап-шулап келіп, таңға жақын ғана дамыл таптыңдар ғой. Жүріңдер, мына жерге жайғасыңдар. Таза ауада отыра тұрыңдар деп сәкеге төселген көрпеге отырғызды. Жаннаның басына жастық жастап, үстіне ақ жамылғы жапты. Менің жүрегім айнып лоқсып қалдым. Менің байқауымша сен өмірі ішкілік деген бәлені аузың алмаған жансың, солай ма деді, маған жымиып қараған бойы. Я аға, алған емеспін. Кешеде алған жоқ едім. Өзіме не болғанын түсінбей отырмын дедім, ағымнан жарылып. Сосын шай-пай ішіп пе едің деді. Я аға, кола деген сусындарды ішкен едім. Ойбой айналайын-ай, кез келген бәлені іше беруге болмайды ғой. Қап, уланып қалғансың ғой. Ай, Гуля, мына балалар уланып қалыпты. Ана дәріні әкел, бір-бір укол жасайын. Ай, жастар-ай, алдарттарыңа қарамайсыңдар. Деп менің қолымды ұстап, тамыр соғысымды санады. Басын шайқады. Кәуап жасап жүрген әйел 2 шприц пен кішкене құтыдағы сұйықты алып келді. Бейтаныс дәрігер ағай белімдегі резеңкемен тартып байлады да, шынтағымның іш жағына ине қадады. Денеме ыстық леп кеткендей болды. Көзімнің қиығымен көрдім. Жаннаға да ине қадады да, қазір аурудың қайда кеткенін білмей қаласыңдар деді сол жымиған күйі.